Қайырлы күн баршаға достар. Бүгін сіздермен өте дәмді жұп-жұмсақ панкейктер дайындайтын боламыз. Осы оңай рецепті менімен бірге жасап көріңіздер. Қане кеттік, бастаймыз. Алдымен таза ыдысымызға бір жұмыртқамызды және де аздаған тұзымызды салып, үстінен қантымызды саламыз. Миксердің көмегімен жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Міне бізде біркелкі масса пайда болды. Осы массамыздың үстінен 2 шай қасық сұйық майымызды құйып алатын боламыз. Және де бұны да жақсылап миксерлеп аламыз. Дайын болған массамыздың үстінен жылы сүтімізді құйып, миксерлеуді жалғастырамыз. Массамызды жақсылап миксерлеп алдық. Енді осы массамыздың үстінен 1 шай қасық разрыхлителімізді салып, оның үстінен ұнымызды електен өткізіп саламыз. Және де бұны да миксердің көмегімен миксерлеп алатын боламыз. Біздің массамыз дәл осылай болып шығады. Сұйықтығы бірде-бір түйірі қалмай. Енді табамызды қыздырып алып, біраз қасықтан салып, дәл осы видеодағыдай етіп жайып алып пісіретін боламыз. Менің табыма дәл осылай 3 панкейк сыйды. Панкейктеріміздің пісіп жатқан дәл осылай тескішелердің пайда болғаннан білуге болады. Астындағы отын орташа етіп қойыңыздар. Егер қатты болса, ол тез пісіп, күйіп кетуі мүмкін. Біздің панкейктеріміздің астыңғы бөлігі пісіп қалды. Енді бұларды аударып алатын боламыз. Дәл осылай әдемі болып піседі. Бізде панкейктеріміздің екі беті де әдемі болып пісіп шықты. Қалған панкейктерімізде дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің панкейктеріміз дайын. Дастарханға қалауыңызша ұсынсаңыз болады. Мен дәл осылай бал жақтым және де үстінен жаңғақ септім. Тек қана өзін ұсынсаңыз да болады. Өте дәмді әрі жұмсақ, бірден желініп кетеді. Құрамы өте қарапайым, ең бастысы бір ғана жұмыртқадан осыншама көп панкейктер шығады. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Видеом пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация басып тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлмира Әлібайқызы, назарларыңызға үлкен рахмет.